Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен тауешкі белгісіне арналған шілде айына астрологиялық жұлдызнама жасағым келіп тұр. Ең бірінші тоқталатын мәселе бұл сіздердің асцендент знактарыңыз. Бәріңіз білесіздер, асцендент знагы бізде маңызды. Әсіресе 30 жастан кейін көбінесе асцендент знагы бойынша тура келіп жатады. Асцендент дегеніміз сіздердің мінез құлықтарыңызға, сіздердің басқалармен қарым-қатынас жасауыңызға, және де басқалардың сіз туралы не ойлайтыны, сіздердің дене бітіміңіз, түр әлпетіңізге жауап беретін асцендент знагы. Сондықтан асцендент знагы өте маңызды. Және де үшінші знак бар, ол ай планетасының тұрған жері. Ол да адамның жаңағы поведениясына жауап береді, ішкі сезімдеріне жауап береді. Сондықтан осы үш знак бізде өте маңызды. Екіншісі бұл консультация жайлы. Егер консультация жайында ақпарат алғыңыз келсе, осы айда менде жеңілдік болып жатыр. Астында Telegram, Instagramға менде ссылка бар. Сол жаққа өтіп, сол жақта маған жазсаңыздар болады. Бұл консультацияның ішіне бізде толық астрологиялық разбор кіреді сіздердің. Одан кейін плюс транзиттарыңызды айтып берем алдыңғы 5 жылға. Одан кейін достар көбісі комментарийда жазып жатыр, мен түсінбей жатырмын деп. Дом дегенне, жаңағыдай планета дегенне, достар, енді планеталарды бәріміз мектеп кезінен оқыдық қой, бәріміз планетаның не екенін білеміз. Астрологиялық жұлдызнама болғандықтан бұл таро жұлдызнама емес, бұл астрологиялық жұлдызнама, сондықтан бұл жерде планеталар міндетті түрде айтылады. Және дом дегеніміз не? Ең соңында мен видео қалдырып кетем, дом дегеніміз не деген видеоны көрсеңіздер, соны түсінетін боласыздар жалпы не екен. Дом дегеніміз жалпы адамның 12 сферасы. Ай сайын қарап жүрген көрермендерім барлығы түсініп жатыр. Енді мен түсінемін, әр адамның қабылдау дәрежесі әртүрлі болады. Бірақ та бір-екі көргеннен түсініп алуға болады. Дом дегеннің еш қиындығы жоқ достар. Сондықтан дом, планета менің жұлдызнамамда міндетті түрде айтылады. Сондықтан түсініп алғандарыңыз абзал. Енді тауешкі белгісіне осы айға жұлдызнамамызды бастайық. Ең бірінші басталатын аспект бұл бізде 3 шілде күні ай толады. Ай толған кезде белгілі бір қорытынды жасалады. Ай толған кезде көбінесе адамда энергия болмайды. Ол өте бос болады. Сондықтан осы кезде шешімдер жасауға, қорытынды жасауға өте қолайлы деп айтамын. Енді осы ай сіздердің бірінші домдарыңызда толатын болады. Бірінші секторларыңызда. Бірінші сектор дегеніміз бұл сізге қатысты. Именно сіз не қалайсыз? Асцендент знагыда бізде бірінші домға түседі. Сондықтан бұл жердегі шешімдер көбінесе өзіңіздің жеке басыңызға байланысты болуы мүмкін. Жеке басыңызға байланысты білмеймін. Көбінесе ай толған кезде көп адамдар арықтауға шешім қабылдап жатады. Мүмкін сіз артық салмағыңыз болса, содан арылуға, немесе жаңағы спорт тренажерный залға жазылуға деген сияқты салауатты жаңағы өмір салтын ұстауға, диета ұстауға, сондай да бір шешімдер жасауыңыз мүмкін, жеке басыңызға байланысты, немесе өзіңіздің жаңағы мінез құлқыңызға байланысты, өзіңіздің түр әлпетіңізге байланысты, дене бітіміңіз, түр әлпетіңізде бірдемені өзгерткіңіз келуі мүмкін, осындай бір шешімдер жасауыңыз мүмкін. Және де осы күндері 3-4 күні бізде аспанда трапеция деген конфигурация болады. Бұл конфигурация өте гармоничный конфигурация. Өйткені ол трин мен секстиль деген өте гармоничный аспекттардан тұрады. Бұл аспекті біз мүмкіндіктер аспекті дейміз. Сондықтан осы ай толған кезде 3-4 күнгі датаны қолдансаңыздар болады, сондай шешімдер жасауға. Одан кейінгі келесі аспект бізде 6 шілде күні болады. 6 шілдеде Марс пен Венера планетасы екеуі бір нүктеде қосылатын болады, бір точкада. Марс бізде бұл ер адамның бастауы болса, Венера бұл бізде әйел адамның бастауы.
олар сіздердің 8-ші домдарыңызда қосылатын болады. Енді 8-ші дом деген бұл өте бір терең домдардың бірі, жаңағы адамның түпкі психологиялық жағдайы, және де бұл дом жаңағы адамның қарыздарына, адамның скрытый мотивтарына, жаңағы адамның іш жақтағы өзі не қалайтыны, бірақ қоршаған ортаға, басқа адамдарға білдіртпейтін нәрселері іш жағындағы. Мысалы, енді Венера мен Марс болғандықтан бұл жерде сіздің жаңағы интимный, сексуальный жаңағы потенцияңыз осы кездер жоғары. Және де Венера мен Марс болғандықтан сіздер егер бір отношенияда болсаңыздар, онда сіздердің отношенияларыңыз жаңағы серьезный этапқа өтуі мүмкін, жаңағы интимный жаққа қарай өтуі мүмкін. Өйткені Марс бізде 8-ші домдағы Марс сол нәрсеге жауап береді. Және де осы кезде енді бұл положениенің барлығы арыстандар знагында болғандықтан, арыстандар знагы бізде жаңағы өз-өзін көрсету, жаңағы демалу, қыдыру дегенге жауап береді. Сондықтан демалыс, қыдыру кезінде сіздерде сондай случайный отношениялар болуы әбден мүмкін. Одан кейінгі келесі аспект 10-ші шілде күні болады. 10-ші шілде Марс планетасы 9-ші домға кіріп кетеді. Бұл жерде енді сіздерде жаңағы бізде көбінесе 9-ші дом повторный брак, ажырасу, жаңағыдай қайтадан үйлену, екінші рет үйлену деген нәрселерге жауап береді. Ал Марс болса бізде өте интенсивный, действенный планеталардың бірі, сондықтан сондай мәселелер болуы мүмкін сіздің басыңызда болса. Және 9-ші дом бізде көбінесе юридический жұмыстарға жауап береді. Егер сондай юридический жұмыстар жүргізіп жатқан болсаңыз, заңгермен жұмыс істеп жатқан болсаңыздар, сіздердің жұмыстарыңыз Марс бойынша алдыға басатын болады. Яғни тез-тез аяқталатын болады. Өйткені Марс планетасы өте тез-тез бір нәрсені шешу деген сөз. Және де 9-ші дом бізде бүкіл шетелдік нәрселерге жауап береді. Сондықтан осы кездері жаңағы өзіңізге спонтанный бір шешім қабылдауыңыз мүмкін. Жаңағы шетелге барып келем, демалып келем деген сияқты, саяхаттап келем деген сияқты шешімдер сіз жақтан болуы мүмкін. Сондай бір интенсивный шешімдер. Одан кейін 10 күні бізде тағы бір аспект болады. Бұл Меркурий планетасы. Меркурий сіздердің 8-ші домдарыңызға кіреді. Бұл жерде енді сіздер жаңағы көбінесе Меркурий деген бізде құжаттар, документтер, жаңағы оформленияларға жауап береді. Сондықтан бұл жерде сіздер бір құжаттарыңызды дайындауыңыз мүмкін. Мүмкін сіз шетелге барам деп, соған байланысты өзіңіздің жаңағы құжаттарыңызды, визаңызды дайындауыңыз әбден мүмкін. Және де бұл мемлекеттен алатын жаңағы ақшалай көмектер болуы мүмкін. Егер мүмкін сіз жаңағы студент болуыңыз мүмкін, өзіңіздің жаңағы грант деген сияқты программаларды оформлять ету, сол барысында жүгіруіңіз мүмкін. Меркурий бойынша қандай да бір құжаттар, жаңағы социальный құжаттар, өзіңіздің жеке басыңызға керек мемлекеттен алынатын нәрселер болуы әбден мүмкін. Одан кейін жаңағы 8-ші дом бойынша бізде кредит та өтеді. Мүмкін сіз кредит оформлять етуіңіз мүмкін. Одан кейін 17-сі күні бізде жаңадан ай туады. Жаңа ай туғанда жаңа энергия бар. Жаңа айда көбінесе жаңа бір цикл басталады, жаңадан қадам жасаймыз, және бұның барлығы сіздердің дом партнерствода болады. Сондықтан бұл жерде сіздерде жаңа қадам, жаңағы өзіңіздің егер қызыңыз немесе жігітіңіз болатын болса, сіздер жаңадан үйленуге сондай бір қадам жасауыңыз мүмкін. Өйткені 7-ші дом бізде жаңағы үйлену, үй болу, семья болу дегенді білдіреді. Және де бұл ай шаян знагында туғандықтан, шаян знагы болса бізде семейный, отбасылық знактардың бірі. Сондықтан әбден мүмкін бұл жерде сіздердің үйлену туралы шешім қабылдауларыңыз. Және де өзіңіздің егер бизнес партнерларыңыз болса, солармен бірге жаңа қадам жасауыңыз мүмкін. Жаңағы өзіңіздің үйіңіздегі немесе өзіңіздің отбасыңыз бар болса, отбасыңызбен, әйеліңізбен немесе күйеуіңізбен, жұбайыңызбен ақылдасып, сіздер ортақ бір бизнес жайында шешім жасап, жаңадан қадам жасауларыңыз мүмкін. Одан кейін 17-сі күні бізде тағы бір аспект болады. Бұл
ай түйіндері, оңтүстік және солтүстік ай түйіндері бізде 1,5 жыл бойы бір знакта болады. Олар осы күні өздерінің знактарын тоқты, таразы знагына ауыстыратын болады. Яғни сіздердің 10-шы, 4-шы домдарыңыз. Жалпы солтүстік ай түйіні сіздердің 10-шы домдарыңызда болады. Алдыңғы 1,5 жыл бойы сіздердің фокустарыңыз сол жаққа қарай ауатын болады. Сол сфераға, сол домға. Өйткені мынау солтүстік ай түйіні деген бұл адамның предназначениясы, адамның мақсаты, осы өмірде жүріп өтетін жолы. Ал 10-шы дом бізде бұл онсызда адамның карьерасына жауап береді, жаңағыдай адамның жетістіктері, адамның статусына жауап береді. Сондықтан алдыңғы 1,5 жылда сіздерде жаңағы той мәселесі тұруы мүмкін. Яғни сіздерде сондай план болуы мүмкін. Үйлену, тұрмыс құру деген сияқты. Жалпы осы солтүстік ай түйінінің 10-шы домда болу өте жақсы положение. Өйткені 10-шы дом бұл адамның гороскопындағы ең биік точка. Алдыңғы 1,5 жылда карьераңызда да, жұмысыңызда да өзгерістер болуы әбден мүмкін. Одан кейінгі келесі аспект бізде 20-21 күні болады. 20-21 күні бізде Венера планетасы ақша, комфорт, махаббатқа жауап беретін планета статичный болады. Статичный дегеніміз бұл бір орында тоқтап қалады. Яғни ол ретро қозғалысқа кіретін болады 2 күннен кейін. Яғни 22-сі ол сіздердің 8-ші домдарыңызда ретро қозғалысқа кіретін болады. Ол 4-ші қыркүйекке дейін ретро болады, яғни артқа жүреді. Осы 20-21 күні бір ақшалай транзакциялар жасауға, ақшалай аударымдар және де кредит оформлять етуге, қандай да бір ақшалай көмек оформлять етуге және біреумен танысуға кеңес бермеймін. Өйткені именно осы статичный кезі, тоқтап тұрған кезі кішкене қиындау өтеді Венераның. Одан кейін ол ретро қозғалысқа кіретін болады. Яғни 8-ші домда, жалпы Венера 8-ші домда өзін өте жайсыз сезінеді. Сондықтан бұл жерде алдыңғы 2 айда сіздерде жаңағыдай партнерларыңызбен кішкене қиыншылықтар, түсініспеушіліктер болуы әбден мүмкін. Бұның бәрі қалыпты жағдай. Сондықтан ондай жағдайларда өздеріңізді сабырда ұстауларыңыз керек. Және де 8-ші дом дегеніміз енді бұл жаңағы партнердің ақшалары сіздің емес, басқа адамның ақшаларына жауап береді. Сондықтан сондай жақтарда, если сізге басқа жаңағы күйеуіңіз дополнительный доход беріп тұрған болса, немесе сіздің басқада партнерларыңыз болса, бизнес партнерларыңыз сізге дополнительный жаңағы доход әкеп тұрған болса, сондай жерлерде кішкене торможениялар болуы мүмкін. Саудада жүрген адам болсаңыздар, кішкене сауда жағынан қиыншылықтар болуы әбден мүмкін. Бірақ бұның бәрі уақытша 2 ай, яғни қыркүйек айына дейін созылуы мүмкін. Одан кейінгі айтып кететін жағдай, жаңағы бір жерге баратын болсаңыздар, бағана айттым ғой, саяхатқа шығатын болсаңыздар, осы 20-сына дейін барып келсеңіздер өте ыңғайлы болады. 20-сынан бастап Венера ретроға кіріп кеткеннен кейін жаңағы бір жаққа баруға, саяхаттауға кеңес бермеймін. Одан кейінгі келесі соңғы аспект бұл 28 күні болады. Меркурий планетамыз 9-шы домдарыңызға кіретін болады. Жалпы Меркурий планетасының 9-шы домға кіруі өте жақсы положение. 9-шы домда бізде өте жоғарғы точкалардың бірі. Сондықтан бұл жерде сіздің мышленияңыз, ойыңыз барлығы сіздің рухани байлығыңызға қарай бағытталатын болады. Көбінесе рухани жаққа жаңағы көңіл бөлуіңіз мүмкін. Көбінесе жаңағы өмірдің мәніне, не үшін өмір сүріп жатырмын деген сияқты сондай ойлар келуі мүмкін. Өйткені бізде Меркурий планетасы өте активный, адамның миына, мышлениясына жауап береді. Ал 9-шы дом бұл рухани домдардың бірі болғандықтан көбінесе сондай мәселелерде ойлануларыңыз мүмкін. Активна ойлар сондай жақтан болуы мүмкін. Және де Юпитер планетамызды айттық.
айтып кетейін ұмытпай, Юпитер планетасы өте позитивный планета. Ол сіздердің жаңағы 6-шы домдарыңызда. Ол осы жылдың соңына дейін сіздердің 6-шы домдарыңызда болады. Яғни сіздер үшін жұмыс мәселесі, денсаулық мәселесі актуальна деген сөз. Сіздер көбінесе өздеріңіздің өмір сүру салттарыңызға, өздеріңіздің күнделікті привычкаларыңызға, тамақтану режиміңізға өте абай болыңыздар. Өйткені Юпитер планетасы бізде өте үлкейтетін планеталардың бірі, сондықтан ол сіздерді жаңағы үлкейтіп жіберуі мүмкін. Өздеріңізді всегда тамақтан тыйып жүріңіздер, және де артық салмақ қосып алмаңыздар осы кезде. Одан кейін 6-шы дом бізде адамның жұмысына жауап береді. Жұмысыңызда расширение болуы әбден мүмкін. Бағанада 10-шы дом туралы айтып кеттім. Одан кейін жаңағы оңтүстік, солтүстік ай түйіндері туралы айтып кеттім. Яғни бұның барлығы сіздің жұмысыңызға байланысты. Жұмысыңызда сондай бір өзгерістер болуы әбден мүмкін. Жалпы, достар, планеталардың жүрісі, қозғалысы осындай. Оны пайдаланбау әр адамның өзінің қолында. Сондықтан өздеріңізге тек жақсы жағынан қолдануларыңызға тілектеспін. Бақытты болыңыздар, бай болыңыздар, ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.